Енді бір жыл өтті. Осы бір жылдың ішінде әрине әртүрлі сезімде болдық біз. Отбасымызбен әрине ұлымыз үшін уайымдадық та, қуандық та. Барлығы болды. Осы бір жылдың ішінде баламыз абыроймен өзінің отандық борышын өтеп шықты. Өте қуанып отырмыз. Бір жағынан бүгін қуанышты және кішкене көңілсіз күн деп айтуға болады. Өйткені біздің баламыз өзінің достармен қоштасып жүр. Осы ПВО әскери бөлімнің жеке құрамына алғысым шексіз әрине. Бұл бөлім жалпы ең үздік бөлімдерінің бірі деп аталады. Соны айтуға толық хақым бар. Өйткені жеке осы бөлімнің, әскери бөлімнің жеке құрамымен таныстым. Бүкіл сержанттарды білеміз, жеке құрамды да білеміз. Негізі өзім ана ретінде бүкіл осы әскери бөлімге рахмет айтқым келеді. Енді біздің сарбазымыз сияқты көбірек, ер жігіттеріміз көбірек болсын деп айтқым келеді. Осы біздің сарбаздарымыз басқа жастарға үлгі болсын деп тілеймін. Елімізде тек тыныштық болсын, отанымыздың шекарасы мызғымас болсын дегім келеді. Бүкіл ата-аналарға сәлем айтып, осы бір жыл өзінің балаларын күтіп, ерекше қуанып, ерекше сезіммен кездесе отырып, арман қарай ақ жол болсын дегім келеді.